Армысыздар, құрметті отандастар, сіздермен бірге түркі қазақ арнасы. Біз бүгін Кеңес одағы дәуірінде жазылған тарихи кітаптардың қате тұстарын әшкерелеуді жалғастыратын боламыз. Сіздерге видеода тездік мәзірін басып қоюды кеңес беремін, сонда сіздер айтылған сөздердің барлығын тезірек тыңдауға мүмкіндік аласыздар. Ал енді тақырыпқа оралайық. Отырар қаласын Шыңғысхан шын мәнінде жаулап алды ма? Міне осы тақырып. Бұны біз оқып тексеру үшін Жамиғ ат-Тауарих кітабының парсы тіліндегі мәтінін оқитын боламыз. Бұл алдарыңыздағы кітап Әл-Барис тарапынан басып шығарылған және парсы тілінде жазылған. Бұл ақпараттардың барлығын араб парсы әліппесін білетін әрбір азамат өзі тексеріп көрсе болады. Бұл жерде Шыңғысханның Отырар қаласына келу оқиғасын былай деп жазады. Хикаят уасул Чингисхани башахар Отырар ва истахлас анбардас ләшкари мұғыл. Яғни, Шыңғысханның Отырар қаласына келу хикаясы және оның мұғыл ләшкерлерінің, яғни әскерлерінің қолымен азат етілуі деп жазылып тұр. Міне, азат етілу деген сөз истахлас. Енді бұны сіздердің көздеріңізді жеткізу үшін біз қазір компьютерға осы сөзді теретін боламыз. Міне осы сөзді компьютерға тереміз және іздеуді басамыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай истахлас деген сөздің мағынасы парсы тілінде освобождение, избавление, спасение деген сөздерді береді екен. Және оның синонимдік яфтан деген сөздері бар. Яфтан деген сөздерді қолданады парсылар. Бұл истахлас деген сөз, мынау егерде кімде-кім өзбек тілін білетін болса, өзбек тілінде халас деген сөз бар. Қазіргі күнге дейін қолданылады ол сөз. Бірдеңкені азат етті деген сөздерді қолданған кезде халас етті, халас қылды деп айтылады. Бұл сөз осы парсы тілінен біздің түркі тілдеріне еніп кеткен сөз болып табылады екен. Міне өздеріңіз көз жеткізіп отырғандай, бұл сөз Шыңғысхан қаласын жаулап алды деген сөзге келмейді. Енді бұны мен не үшін айтып отырғанымды сіздерге түсіндіру мақсатында қараңыздар. 1952 жылдары жазылған Хитагуровтың кітабында, Рашид ад-Диннің Жамиғ ат-Тауарих кітабында, егер анығырақ етіп айтатын болсақ, осы Жамиғ ат-Тауарих кітапта орыс ғалымдары Шыңғысханның Отырар қаласына келуін былай деп аударады. Рассказ о прибытии Чингисхана в город Отырар и его завоевании монгольским войском деп тұр. Завоевание деген сөзді қолданып тұр бұл жерде. Қараңыздар, завоевание. Баршаңыз білетіндей, завоевание деген ол жаулап алу деген. Жаулау. Яғни біз жоғарыда айтылған истахлас, азат ету деген сөзге мүлде қарама қайшы антоним сөз болып табылады. Енді бұл ғалымдар не үшін бұлай аударды? Міне бұл кітап Рашид ад-Диннің кітабы, сборник летописей, бірінші кітап 1952 жылы басып шығарылған. Міне, неге Кеңес одағының ғалымдары бұлай деп аударды? Бұл сөздің, истахлас деген сөздің азат ету деген білген жоқ па? Қазіргі таңда көп кітаптарды оқи келе мен бұл сөздің, бұл ғалымдар негізгі мағынасын білгенін түсінуге болады. Бұл сөздің мағынасын өте жақсы білген. Бірақ осы кітаптың түпкі мағынасын өзгерту мақсатында осы қазақ халқына тиесілі Отырар қаласын
жаулап алды деп Шыңғыс ханды қаралау мақсатында бұл осы сөздер өзгертілгенін көріп отырмыз. Қазіргі таңға дейін осы қазақ қоғамында Шыңғыс ханды отырарға келіп, оны жаулап алды, халқын қырды, отырар қаласын мүлде жоқ қылып жіберді деген көп әңгімелерді біз естеміз, білеміз. Оның барлығы осы көптеген жылдар бойы Кеңес одағының қазақ халқының тарихын қайта жазып, оны бізге дұрыс емес оқытқанының арқасында болып отырғанын көріп отырмыз, құрметті ағайындар. Міне бұл ашық, анық осы бар сөздерді мүлде қате сөздерге, мүлде мағынасы басқа сөздерге аудару арқылы бүкіл халықтың тарихын түбегейлі астан-кестеңін шығарып, өзгертіп жіберуге алып келген оқиғалардың біз куәсі болып отырмыз, құрметті ағайындар. Бұл кітапта өте көптеген қателіктер көп жіберілген. Қателік деп айтуға бола ма, немесе қастандық деп айтуға болады ма, өте көп тура емес ақпараттар келтірілген. Олар жайлы біз қысқаша осындай тағы да видеолар шығаратын боламыз, құрметті ағайындар. Қазірше осы арнаға жазылып, қазақ тарихына, жалпы тарихқа жанашыр болыңыздар. Ал енді бұл жерде бір түсіндіріп кететін мәселе бар. Бірінші мәселе, біз бұл ақпараттардан Шыңғыс ханның агрессор емес екенін көрдік. Бұл соғыстың басталуына парсылар себепші болды. Бұл соғысты Мұхаммед Хорезм-Шах бастады. Солайша Мұхаммед Хорезм-Шах бұл жерде агрессор болып табылады. Ал Шыңғыс хан болса, өзінің жерін, отанын қорғаған қорғаушы тұлға болып табылады екен. Ал енді екінші мәселе, Отырар қаласының қазақтардың жері екенін, және ол түркілердің иемдігі екенін біз көрдік. Ал Мұхаммед Хорезм-Шах болса, парсылар Отырар қаласын аздық етіп, түркілердің басқа да жерлеріне көз алайтырып, әскер бастап келгенін көреміз бұл жерде. Ал енді үшінші мәселе, осы агрессорға қарсы Шыңғыс хан тойтарыс беріп, қазақтардың, түркілердің жерлерін парсылардан азат етіп, оны аман алып қалған ұлы тұлға екенін біз көруімізге болады. Бұл жерде көрдіңіздер ме? Шыңғыс ханның қазақтардың жерін азат еткенін көреміз, құрметті ағайындар.